Қаратөбе ауданында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында тарихқа атым әлем Қаратөбе атты республикалық экспедиция өткізілді. Экспедицияға Шымкент қаласынан және облыстың барлық ауданнан келген қатысушылар өңірдегі құнды жәдігерлермен танысып, дөңгелек үстелде бас қосты. Толығырақ келесі сюжетте. Қаратөбе ауданы Батыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында орналасқан. Суы мол, шөбі шүйгін, тамырын тереңге жайған бай өлке. Өнерлілер өлкесіне айналған Мұхит пен Ғарифолланың елі тарихи тұлғаларға да кенде емес. Қазыналы мекенді таныстыру, өскелең ұрпаққа бағыт-бағдар беру мақсатында ұйымдастырылған экспедиция Аққозы ауылдық округінің аумағында орналасқан Төкпек күйдің негізін қалаушылардың бірі Ұзақ кесенесінен бастау алды. Қаратөбенің жері осы қасиетті нысандарға, киелі жерлерге бай өңір. Біздің экспедицияны өткізу мақсатымыз Қаратөбе жеріндегі кейінгі ұрпаққа осылар білсін деп, өткенді білмей болашақты болжау мүмкін емес деген халықта даналық сөз бар. Сондықтан да мына еліміздегі болып жатқан болашаққа бағдар рухани жаңғыру елбасының бағдарламасы Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында атап көрсеткендей, біздің еліміздегі тарихи киелі орындарды халыққа танымал ету. 2 күнге созылған жорықта Шымкент қаласынан және облыс аудандарынан жеткен делегация ауданның киелі жерлері мен мәдени мұраларын аралады. Саралжын ауылдық округ аймағында орналасқан Ақшолақ би, 300-ге ән оздырған Мұхит Мералыұлы кесенесінің, Шәңгерей Бөкеевтің, күйшік композитор Боғда Қараұлының, Қарабура Батыр, Түркебай би қорымдарының басына бар Құран бағыштап өмір деректерімен танысты. Қазір Түркебай қорымында тұрмыз. Мынау артымызда тұрған Түркебай бабамыздың жерленген зираты. Түркебай өзі би әрі старшын батыр болған адам. Ол кісі осы мынау Бөкей Орда бетінен жаңағы өзінің бір рулы елімен келіп осы жерді мекендеген екендігі үлкен кісілеріміз айтып отыратын. Экспедиция жұмысы Қоскөл ауылдық округінде қорытындыланды. Осы орайда экспедиция кезінде жиналған тың деректер мен бейне жазбалар киелі жерлерді қамтитын туристік маршруттар мен арнайы фильм дайындау жұмыстарына кеңінен пайдаланылмақ. Гүлсара Марат, Рүстем Исжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.